Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде ерекше видео. Бұл сіздермен сөйлесу, яғни сіздермен обратный связь дейді ғой, соны жақсарту үшін, яғни сіздерге жақын болу үшін видео түсіреміз. Ондай болса, бұл видео үш этаптан тұрады, ондай болса, видео бастайық. Достар, сонымен біріншіден сіздерден сұрағымыз келетін нәрсе, ол сіздерге не керек? Мысалы, қандай контент, яғни не сіздерге қызық? Қандай проблема бар сонда? Айтып айтыңыздар, бүкілін өздеріңізге керекті нәрсені айтсаңыздар, бұл ең бастысы. Соларға қарап, біз сіздерге егер СН каналы тоқтап қалмасын десеңіздер, біз соған байланысты, яғни сіздердің СН-шіктердің қалауына байланысты видео шығарамыз. Сондай болса, екінші кеттік. Достар, екіншіден біз қазір сәл контентімізді өзгерттік. Спорт жағы, бірақ та біз сол спортта жүрген воркаутерлер, сосын басқа да мықты адамдар туралы видео түсіріп жатырмыз. Егер де сол видео сіздерге ұнаса, онда комментария жазыңыздар. Сол туралы пікірлеріңізді жалпы білдірсеңіздер. Не ойлайсыздар? Короче, бір сөзбен айтқанда, бұл контент сіздерге ұнай ма, ұнамай ма, да? Шықсын ба, шықпасын ба? Шықсын ба, арға жалғастырайық па, жалғастырмайық па? Бір сөзбен, сол болса келесі кет. Достар, жаңағы екінші деген жерімізде, короче, ол жерде тағы айта қоса кетейік. Сіздерге, мысалы, спорт бағытында ғана емес, мысалы, жаңа кім дедің? Әншілер болу мүмкін. XXX Тентасион. Солар туралы, мысалы, тағы да өздеріңіз танитын қазақтың әншілері болсын, солар туралы сіздерге керек болса, видео түсіру ондай болса, тоже жазып кетіңіздер. Мысалы, Puzzle TV туралы түсіреміз, Puzzle TV сосын спорт кім түсіреді деген сияқты. Короче, сол түсіндіңдер ғой, ең бастысы кішкентай нені түсінсеңдер болды, ондай болса келесі кеттік. Достар, үшіншіден, алдында мен оқыдым комментарияларды, бір оқығанда мен көріп қалдым, анда бір бала жазған болатын. Қалай, например, өздерің гантель жасадыңдар, штанг жасадыңдар, сол қалай жасадыңдар, сол туралы түсіріңдерші деген. Енді біз сол туралы түсірейік десек, бізден де жақсы түсіретін бір бала бар. Ол баланың аты Ахмет. Астында сілтеме қалдырып кетеміз. Міндетті түрде кіріңіздер, ол сіздерге жақсы идеялар айтады. Яғни сіз ауылда тұрсаңыз да өзіңіздің кәдімгідей залыңызды ашып аласыз кішігірім. Бір сөзбен айтқанда, достар, қолдап кетейік сол баланы. Достар, осыны видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнады және де пайдалы, бізге пайдалы, по идее, ондай болса, достар, айтса. Тіркеліңдер, лайк басыңдар, комментарий жазыңыздар, қоңырауын басыңыздар. Сонымен қатар, достар, Инстаграмда біз өте қызықты видеолар саламыз. Скоро күтіңдер, тіркеле беріңдер, пока что. Скоро бір жылдан кейін кездескенше. Инстаграм.